Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен алтын. Бүгін сіздермен дәмі керемет болып шығатын, үй жағдайында жасалатын баунти жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға сүт құйып, қант салып араластырып, газге қойып, тағы жақсылап араластырып, үстіне кокос стружкасын қосып, 5-10 минуттай араластырамыз. Газден алып, салафан жайып, үстіне қойып, 4 бұрышты қылып, салафанмен орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Тоңазытқышта 1 сағат тұрды. Бөліктерге бөліп алып, шоколадқа аунатамыз. Барлығын аунатып болған соң, тоңазытқышқа әбден қатқанша қоямыз. Міне шоколадты баунтиіміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.